Шаһарда тәуелсіздік толғауы атты халықаралық айтыс өтті. Мәдени шараға өз елімізбен қатар Моңғолия, Қытай, Қырғызстанның үздік айтыскер ақындары қатысты. Алқалы жыр бәйгесінде 22 жүйрік тәуелсіз Қазақстанның 30 жылдағы жеткен жетістіктерін, берекесі артып, бірлігі жарасқан елдегі ауызбіршілік пен саяси тұрақтылықты тәуелсіздік жолында жана аямай күрескен тұлғалар туралы жырлады. Өңірді дүбірлеткен халықаралық айтыс ел тәуелсіздігінің 30 жылдығымен Бөкей Ордасының 220 жылдығына арналды. Жыр додасы облыстық мәдениет басқармасының қолдауымен Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдениет және өнер орталығының ұйымдастыруымен өтті. Ұлттық өнерді ұрпаққа паш еткен орақ тілді ақындар бұл жолы да орамды ой, келелі сөз айтты. Орал өңірді осы жылдардың ішінде жаңғарды, өнеркәсібі, өндірісі, ауыл шаруашылығы дамыды. Болып жатқан жаңалықтардың ең үлкенінің бірі мысалы. Дәл осы өзіміз отырған Атамекен деген тамаша сарай. Қандай салтанатты сарай 1,5 жылда ғана іске қосылып, бүгін соның сахнасын айтыстың аламарымен шулатқалы келіп тұрмыз. Ақындардың өнеріне Қазақстан және КСРО халық артисі мемлекеттік сыйлықтың иегері Асанәлі Әшімов бастаған қазылар алқасы баға берді. Облыс әкімі Ғали Исқалиев жыр додасының маңыздылығына тоқталып өтіп, айтыскерлерге сәттілік тіледі. Біздің көршілес елдерімізден, Қазақстан түпкір-түпкірінен жүйрік ақындарын шақырып, бүгін Ақжайықта осындай керемет жыр додасын өткізіп жатырмыз. Қош келдіңіздер. Енді айтыстың қайта өркендеуіне әрине қол жеткізгеніміз, ол біздің тәуелсіздігіміздің көп жетістіктерінің бірі. Айтыс бұл ат бәйгесімен пара-пар дейді ғой. Сондықтан қадірлі ақындар, тұлпарларыңыз сүрінбей, баптарыңызбен бақтарыңыз қатар шапсын. Бұдан соң өңір басшысы талай жүйрікті тәрбиелеп, талай ақынның бағын ашқан. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері айтыс жанашыры Жүрсін Ерманды мерейлі 70 жасымен құттықтады. Шапан жауып сый құрмет көрсетті. Мәдени шараға бас аяғы 22 ақын қатысты. Көрермендер Рүстем Қайыртай, Айбек Қалиев, Бегар Шойбеков секілді танымал айтыскерлерді ерекше қошеметпен қарсы алды. Сондай-ақ Жайықтың жампоздары Мұрады Мерланов, Айнабек Бейсенғалиев, Мейірман Шакеновке жанкүйер болып, қолдап қолпаштап отырды. Сондай-ақ алматылық Шығайып Сезімхан мен Хазірет Бердіханның айтысы көпшіліктің көңілінен шықты. Ақ патшаның тоқтатқан армиясын сырымдат ойқастаған бел емес пе? Мен қазақ деп тоқтатқан КСРОны жұбанда жүрек жұтқан ер емес пе? Оралбек батыр шығып тоқтатпап бет кавказдықтар келгенде ерегеске. Қазақтарды тоқтатқан Жайықтағы жастардың да ерлігі келедеске. Шайхиып Асқар Палуан Нью-Йоркта ақшты да тоқтатқан сер емес пе? Бар әлемді тоқтатқан елеусініп Риода бокспен төбелесте. Оралға кеп тоқтасам оқасы жоқ. Сондықтан ескегіңді бөлек еспе. Өйткені бұл батыс мен түгілі күннің нұрын тоқтатқан жер емес пе? Жеребе арқылы таңдалып ортаға шыққан ақындар қоғамның түрлі саласындағы түйткілді тақырыптарды қозғады. Елдің бірлігі мен берекесін, тәуелсіздік алғаннан бергі жылдардағы жетістіктерін жырға арқау етті. Осы қанша облыстар бар ғой, жаңа жылға қамданып, сол жаңа жылда тойлауға кірісіп кеткен. Оралға риза болғаным, осы 2022 жыл басталғанша жылдың соңына дейін тәуелсіздіктің тойын тойлап, мерекесін мерекелеп жатқанына мен дән риза болып жатырмын. Себебі нағыз біздің көк туымызды, нағыз біздің азаттығымызды, нағыз біздің елдігімізді, біздің қазағымыздың ең үлкен бір мерекесі осы тәуелсіздік екенін барша жұртқа үлгі етіп көрсетіп жатыр. Бұл айтыс мына шол нешен деген бір қасиетті батырлар өткен, нешен деген ақ жүректі ақындар өткен, қасиетті Ақжайықтың жерінде өтіп жатқан айтыс біз үшін дағы бір өзгеше. Анкені мына ақындардың бары ырдап атады, айтып атады. Мына Жұбан атауыз өткен жер. Қырғыздың елін өзгеше қадырлаған Қадыр ағауыз өткен жер. Мына ошол нешен деген залқарлар басқан жер, Құрманғазы күй тартқан жер. Қара домбырасын қолына алған кіл мықтылар күні бойы айтыскер қауымды өрелі өнері, өрнекті сөздерімен сусындатты. Халықаралық жыр додасы көпшілік көрерменнің көңілінен шықты. Ақындар айтысы өте жақсы өтіп жатыр.
халықаралық айтыс қой бүгінгі. Мынау Қытайдан келіп жатыр, Қырғызстаннан келіп жатыр. Өте тамаша, жақсы өтіп жатыр. Ақындардың жаңағы деңгейі, жаңағы айтысу манерлері өте тамаша, жақсы. Менің өзім жеке көңілімнен шықты. Айтыс соңында қазылардың шешімімен барлық ақынға өңір басшысы Ғали Ысқалиевтің атынан алғыс хаттар мен сырымды атылы төс белгісі және қаржылай сыйлықтар табысталды. Айта кетерлігі, шаһарда өткен айтыстың толық нұсқасы жуырда Ақжайық арнасының эфирінен көрсетіледі. Гүлсара Мұрат, Алтынбек Майкен, Файдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.